Кең жазық отан мекенім, сенде өсіп көктедім, сені қорғау парызым, мұны біліп өтемін. Мен Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Амангелді Аяулым. Менің өлкемнің тарихы мен мұрасы жобасында өзім туған ауылым туралы сыр шертемін. Менің туған ауылым Қарағанды облысы Шет ауданына қарасты Жұмыскер ауылы. Менің ауылымның тарихы тереңде жатыр. 2023 жылы ауылымыздың 90 жылдық мерейтойы аталып өтілді. Кейбір деректерге сүйенсек, ауылдың атауы қасымыздағы көрші ауыл бір кездегі Қайрақты руднигінің ашылуымен байланысты болған екен. Қайрақты руднигі ашылғанда, сол жерде Қайрақты өзенінің бойындағы тағы бір мекен біздің ауылымыз құрылған екен. Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерін шаруалар десек, өнеркәсіпте еңбек ететіндерді жұмысшылар дейтініміз тарих сабағынан белгілі. Жұмыскер ауылы жұмысшы деген сөзден шыққан. Рудникте еңбек ететін жұмыскер деген ұғым кейін елді мекен атауына айналған екен. Бұл ауыл Тағылы ауылдық округі құрамында жұмыскерден басқа Абай, Қызылту, Гүлденсін, Қарасаз тағы басқа колхоздар болған екен. Колхоздарды ірілендіру кезінде жоғарыдағы колхоздардың бәрін біріктіріп, Октябрьдің 40 жылдығы атындағы совхоз болып құрылыпты. Кейін кеңес үкіметі ыдырағанда 91-93 жылдар аралығында совхоз ұжымның шаруашылық болып қалады. Осы кезде ауылымызға социалистік еңбек ері Имаш Қуанышбаевтың есімі беріледі. Кейін ауыл қайта ескі атауы Жұмыскер болып өзгертілген екен. Бүгінде Жұмыскер ауылының жер көлемі 161.560 гектар, халық саны 720 адам. Ауылымыздың территориясына кіретін аумақта көптеген топонимикалық атауларды кездестіруге болады. Өлкемізде өсімдіктердің флорасы, итмұрын, қарақат, жеміс жидектері мен өлкеміздің фаунасы, мысалы түлкі мен сілеусінді кездестіруге болады. Ауыл маңында Қара би, Қадыр батыр, Кемеш палуан сияқты тарихи тұлғалардың мазарлары бар. Ол кісілер өз заманында елді аузына қаратқан тұлғалар болған. Әр қайсысы бір-бір тарих. Менің ерекше тоқталып өткім келгені тарихи ескерткіштер. Себебі бұл жерлер өз зерттеушілерін күтіп жатыр деуге болады. Мысалы, осы ескерткіштер туралы ауылымыздың ақсақалы, өлкетанушы Бұқай тегі Балтабай атты кісімен де сұхбаттастым. Өлкенің тарихи орындарына тоқтала кетсек, Жартас Көбентай қыстағынан 20 шақырым жерде табылған. Ғалымдардың болжамы бойынша, қола дәуірінің Нұра кезеңінде құрбандық рәсімі бойынша жерленген қыз баланың қорымы болып табылады. Бұл жерлер әлі зерттелу үстінде. Өлкенің келесі тарихи орны Аяқала қыстағындағы петроглиф. Ол Қарасаздан Қызылтуға қарай 1 шақырым жерде орналасқан. Келесі тарихи ескерткіш Қотыр Селтей тауынан табылған тас жебе ұшы. Қарағанды қыстағына қарай 7 шақырым жерде Орхон Енисей жазуларына ұқсас тас бар. Менің ауылым тарихы терең, табиғаты көркем ерекше мекен. Ауылымызда көптеген ескерткіштер мен мәдени орындар бар. Олардың әрқайсысы өткеннің ізі мен бүгіннің мақтанышы болып табылады. Осындай құндылықтарды сақтау әрбіріміздің борышымыз. Өз ауылымызды қадірлеп, дамытып, келер ұрпаққа аман жеткізу біздің ең басты міндетіміз.